Табиғатты аялайық. Балық шаруашылығы комитетінің Түркістан облыстық балық инспекциясының ұйымдастыруымен таза су айдындары табиғатты қорғау акциясы өткізілді. 3 айға созылған іс-шара барысында облыс аумағындағы су айдындары мен маңайындағы аумақтар қоқыстан тазартылды. Оған табиғат жанашырлары мен еріктілер инспекция мамандары қатысты. Сонымен қатар су түбін тазалау жұмыстарына төтеншеліктер де атсалысты. Нәтижесінде 110 дана ескі ау құралдары жиналды. 25 автокөлік пен 10 суда жүзу құралдары жұмылдырылып, су жағалауы 16 тоннаға жуық тұрмыстық және басқа да қалдықтардан тазартылды. Шомылуға демалатын науқанның кезінде негізі бұл алдын ала тазаланған дұрыс болады. Жалпы мен бүкіл халықты тазалыққа шақырамын, табиғатты тазалау. Өзден демалып науқан басталған кезде демалушылар өздерінің арқасынан тазалап кетсе, өздерімен алып барған судың шынылардың ыдыстарын жинап, арнайы қоқыс тастайтын урналар бар, соған қойып, сол дұрыс болады, сол абзал болады деп ойлаймын. Үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Тазалық жағынан, одан кейін заңсыз балық аулау, одан кейін әртүрлі қауіпсіздік шараларын сақтауға біз шақырамыз.